Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Арайлым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен барлығы дерлік жақсы көретін оливье салатының рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен картоптарымызды кубиктеп, 4 бұрыш етіп турап алатын боламыз. Барлық қажетті заттардың көлемін, мөлшерін өзгерте беруге болады. Қалауларыңызша үлкендеу етіп те, майда етіп те турауға болады. Әркім әртүрлі жасайды. Бүгін мен осылай жасадым. Мен 3 дана картоп алып, осылай турап шықтым. Енді кезекте сәбізімізді тураймыз. Менде сәбіз, үлкен бір сәбіз болды. Қалауыңызша сәбіздің көлеміне қарай ала береміз. Бұл жерде ешқандай қатып қалған қағида жоқ. Оливье салатын қалауыңызша көбейтіп, азайтып ала беруге болады. Бізге сәбіздің көп болғаны ұнамайды. Сол себепті біз осылай аздау етіп аламыз. Сәбізімізді осылай көбіктеп турап аламыз. Енді кезекте колбасаны да қалауыңызша үлкендеу, көптеу қылып алсаңыз да болады. Мен бүгін 160 грамм шамасында алдым. Және де колбасаның орнына етті де қолданып жатамыз. Кей кезде колбасаның орнына ет қолданамын. Ол жылқының еті болса өте дәмді болады. Кейде тауықтың етінде қолданып жататындар бар. Ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Жылқының немесе сиырдың етін суға пісіріп, колбасаның орнына қолдансаңыз да өте дәмді болады. Енді кезекте бізде соленый огурцы, яғни тұздалған қияр. Тұздалған маринадталған қиярымызды көбіктеп турап аламыз. Мен 3 дана қолдандым. Менде үлкендеу қияр болғандықтан 3 дана маған жеткілікті болды. Неғұрлым қияр көп болса, соғұрлым дәмдірек болады. Және де қияр көп болатын болса, тұзды қосып қажеті болмайды. Енді кезекте жұмыртқа. Мен 6 дана жұмыртқа қолдандым. Жаңа айтып өткенімдей, барлық заттардан азайтып, көбейтіп қоса беруге болады. Енді кезекте горохты да қалауыңызша көбейтсеңіз болады. Татымына қарай тұз қосамыз. Қалауыңызша егер сізде тұздалған қияр ашты болатын болса, онда тұзды қосып қажеті жоқ. Жай ғана майонез қосып жақсылап араластырсаңыз болады. Осымен біздің оливье салатымыз дайын. Салатты әдемі ыдысқа салып, ұсына берсеңіздер болады. Қалауларыңызша әсемдеп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Және де менің YouTube каналымнан басқа да қызықты рецептерді таба аласыздар. Және де әркез жаңа рецептермен бөлісіп отырамын. Каналымда шыққан видео рецептерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Арайлым, баршаңызға рахмет.